көрсетеді. Қорыта келе, қазақ халқының рухани дәстүрлері қоғамдағы бірлікті, өзара түсіністікті және адамгершілікті нығайтуға бағытталған аса маңызды құндылықтар. Бұл дәстүрлер тек діни рәсімдермен шектелмей, қазақ қоғамының адамгершілік негіздерін қалыптастырады. Ұрпақтардың бір-біріне деген құрметін арттырады және халықтың рухани байлығын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Қамқорлықтарыңызға рахмет. Бірақ орталыққа келсем табады ғой. Бірақ мен оңашалыққа үйренген адаммын. Зеріккенде бір уақыт аңға шығып, жазып жазғаныма да тыныштық керек, деді екі-үш жауап беріп. Тағы бір сөздерді айтсам бай деп оталды да бөгеліп қалды. Қарасартып соңында сіз де қойған екен. Сіз тағы бірдеңе айтқыңыз келді-ау деймін. Айта беріңіз, құлағым сізде, деді бар ынтасымен алға ұшынып. Айтсам, орталыққа көшіп келіп, сіздермен қалай көрші болам? Мен Құдай жолын ұстаған, сол үшін қажыға барған адаммын. Ал сіздер Құдайды мойындамайсыздар. Әр ауылда құдайсыздар ұйымын құрып жатқан көрінесіздер. Сөз жоқ, сіз де сол ұйымға мүшесіз, солай емес пе? Деді ГПУ бастығына қадалып қарап. Екінші, жаңа заң бойынша күнә деген көп екен ғой менде. Бай болыппын, болыс болыппын, Құдай жолын ұстап қажыға барыппын. Ұзақ жыл жалшы ұстап, малшы-жалшы, бақташылардың еңбегін қанаппын. Осының бәрі аз қылмыс па бір адамға? Ал бай болған, қажыға барған жаман бекен? Соның арқасында сіз ондаған малшы-жалшыға жұмыс беріп, толымды ақы төлемді. Оларды асырып келдіңіз ғой. Ол да қылмыстық па? Қылмыстыққа жата ма? 8-ші сұрақ. Бұл кітапты достарыма мен жақындарыма ұсынар едім. Себебі ол қазақ халқының рухани құндылықтарын терең көрсетіп, ұлттық сананы жаңартып, өткенімізді түсінуге мүмкіндік береді. Шығарма адамгершілік және моральдық құндылықтар, ұлттық бірлік және руханият туралы терең ойлар қозғайды. Әсіресе адам тағдыры және оның өмірлік қиындықтары арқылы әрбір адамның ішкі күш-қуаты және жігерін көрсетеді. Осы шығарма арқылы қазақ халқының ауыр да қиын кезеңдеріндегі төзімділік, сабырлық пен ынтымақтың маңыздылығы жақсы баяндалады. Бұл кітап сондай-ақ ұлт тарихындағы маңызды кезеңдер мен оқиғаларға қатысты ой салуға мүмкіндік береді. Ол өткенге деген құрмет пен қазіргі ұрпақтың жауапкершілігін түсіндіреді. Ұлттық мәдениетті сақтау мен оны ұрпақтан ұрпаққа жеткізу міндетін алға тартады. Сонымен қатар, шығармада қазақ халқының тарихында айшықты із қалдырған тұлғалар мен олардың өмір жолы туралы терең ойлар мен күрделі жағдайлар бейнеленген. Бұл оқырманды өз туған жері мен тарихына деген құрмет сезімін арттыруға жетелейді. Кітаптың әсері сондай. Ол тек тарихи шығармалар ғана емес, өз болашағына жауапкершілікпен қарайтын әрбір адамға өмірлік сабақ бола алады. Ұлттық бірліктің, адамдық қадір-қасиеттің құндылығын түсіну арқылы біз болашақта да осы қасиеттерді сақтауымыз қажет екенін ұсынасың.
ұғынамыз. Сондықтан өз ортама ұсынып, олардың осы құнды ойлармен танысқанын қалаймын. Тоғызыншы сұрақ. Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінің Тарбағатай аймағы Малдыбай ауылында туылған. Ол Найман тайпасы Төртөбел руынан шыққан. Сәуешек гимназиясын бітірген. 1956 жылы Қытай үкіметінің жолдасымен Алматыға келіп, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетіне оқуға түскен. Алайда, университеттің екінші курсынан кейін екі ел арасындағы саяси жағдайға байланысты кері шақырылып, 1958 бен 62 жылдар аралығында Қытайдағы қуғын-сүргінге ұшырады. 1962 жылы империя шекарасын бұзып өткен қазақ көшімен бірге атамекенге қайтып оралып, қазму де қазіргі қазму сол жақтағы Киров атындағы университетті аяқталмай қалған оқуын қайта жалғап 1965 жылы бітіріп шықты. Ол Қазақ әдебиеті газетінде 1965 пен 67 жылдар аралығында 2 жылда жұмыс істеді. Кейін 9 жылдай жазушы баспасында 1967 мен 76 жылдар аралығында жұмыс істеп, мемлекеттік баспа комитетінде 1976 мен 81 жылдың аралығында жауапты қызметтер атқарды. 1981 жылдан бірыңғай шығармашылық жұмыста. Жазушының әдеби қызметі Сәуешек гимназиясында оқып жүргенде басталған. Ол 1954 жылы Шыңжаң газетінде алғашқы өлеңдері жарық көрді. Жамал атты тырнақалды әңгімесі 1956 жылы Шұғыла журналында басылды. Жастық шақта жазылған өлеңдері 1967 жылы «Жас дәурен» деген атпен жеке жинақ болып шықты. Осыдан кейін жазушы бірыңғай проза жазуға ойысқан. Қазір қайтып барады атты алғашқы әңгімелер жинағы 1968 жылы Көкейкесті романы 1969 жылы жарық көрді. Содан бері жазушы қаламынан көптеген әңгіме, хикаяттар, 10 шақты роман туды. Романдардың дені тарихи тақырыпқа арналған. 2 кітаптан тұратын Соңғы көш 1974 мен 81 жылдың аралығында, Атамекен 1985 жылда, Тағдыр 1988 жылда романдары Шыңжаң қазақтарының өмірінен жазылған. Соңғы көш дилогиясында 1983 жылы Мұхтар Әуезов атындағы әдеби сыйлық Тағдыр романына 1990 жылы Абай атындағы мемлекеттік сыйлық берілді. Қостомдық Дарабоз 1996 жылы романы тарихи тақырыпқа саржайлау, сәйгүліктер, бір қаланың тұрғындары, бір топ тураңғы атты шығармалары бүгінгі заман тақырыбына арналса, Қыл көпір романы 2003 жылы мен соңғы жылдары жазылған бір топ әңгімелерінде тәуелсіздіктен кейін өтпелі дәуір шындығы көрініс тапқан. Жазушы таңғажайып дүние атты ғұмырнамалық романында 1999 жылы өзі өмір сүрген орта мен замандастары жайында сыр шертеді. Көкейкесті, Соңғы көш, Атамекен, Дарабоз романдары мен хикаяттар топтамасы орыс тіліне аударылып басылған. Жекелеген әңгіме хикаяттары қырғыз, өзбек, ұйғыр, украин, белорус, грузин тілдерінде, Соңғы көш романы түрік тілінде жарық көрді.
бүгінгі дейін 30-ға тарта кітабы шықты. Негізгі еңбектері 2003 пен 2004 жылы қазығұрт баспасынан шыққан 12 томдық шығармалар жинағына топтастырылған. Мәңгілік майдан 2008 жылы кітабы жарық көрген. Ол Қабдеш Жұмаділұлының медальдары мен Қазақ кісі жоғары кеңесінің құрмет грамотасымен марапатталады. Ол 1998 жылы Қазақстанның халық жазушысы деген атақ берілді. Парасат орденінің иегері, Тарбағатай, Үржар және Аягөз аудандарының құрметті азаматы. Екінші дәрежелі Барыс орденімен 2018 жылы марапатталған. Қазақстанның құрметті жазушысы 2019. Жазушы 2021 жылы 5 сәуірде 84 жасында өмірден өтті, өкінішке орай.